Құрметті әріптестер, 8 наурыз ер азаматтардың назарынан тыс қалмайтын мерекелердің бірі. Осы күнді ақшашты қариядан бастап жас жеткіншектерге дейін асыға күтеді. Бұл күн отбасы берекесі мен ұйытқысы болып табылатын біздің аналарымыз, жарымыз, әпкелеріміз бен қыздарымызға жарқын көңіл мен жақсылық тілейтін күн. Сіздер өздеріңіздің ізеттіліктеріңізбен, сыпайылықтарыңызбен өмірді шуақтандырып, жақындарыңыз бен туыстарыңызға жылу сыйлайсыздар. Әлемде нәрестеге өмір сыйлап, оны алғашқы қадам басуға үйрететін қасиеттеріңізге тең келер еш нәрсе жоқ. Сіздердің төзімділіктеріңіз бен махаббаттарыңызға алғысым шексіз. Сіздерге сәттілік пен шаттық көңіл серік болсын. Ер азаматтардың сыйластығы мен құрметіне бөлене беріңіздер. Сіздерді өзімнің және жас сарбаз сыныбының атынан көктемгі мерекелеріңізбен құттықтай отырып, әрдайым әдемі, жылы жүректі аналық абыройлы атақтарыңыз биіктей берсін. Зор денсаулық, мәңгі жастық пен сұлулық тілеймін.
жүректен құттықтаймыз. Асыл жанды аналарым, қарындасым, апаларым, ұлағатты ұстаздарым. Шуақты күнінде қыздар қуанышты күткен, асыған наурыздың 8-і. Мөлдіреген көзі қарайды жымыңдап, жылы жүрегімнен тілегімді арнап. Мерекелеріммен бақыт тілеймін сізге, осылай арамызда күлкі сыйлаңдар бізге. Қосылып әнімізге бәріміз біргеміз, сіздерді аялап мәңгілік сыйлап жүреміз. Қыздарда гүл секілді әрдайым құлпыратын, күн нұрында біздерге шуағын шашып тұратын. Теңедім көктемге, теңедім гүлдерге, сезім мен махаббат сыйлағандар біздерге.